Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте тез дайын болатын әрі өте дәмді сүзбелі печеньенің рецептін ұсынамын. Барлық ингредиенттердің толық құрамын описанияға жазып қойдым. Құрғақ ыдысқа сүзбені, 2 жұмыртқаны, қантты, шым тұзды және еріген сары майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қопсытқыш пен ұнның бәрін салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елеп алғаннан кейін, столдың үстіне ұнды сеуіп, қамырымызды 3-4 мм қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырды жайып болғаннан кейін, қамырдың үстіне 3-4 ас қасық қантты салып, осылай оқтаудың көмегімен бір басып өтеміз. Дайын қамырды печеньенің формасына сай етіп, осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Печеньелерді пергамент қағазына орналастырып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне, печенье пісіп шықты, өте дәмді, иісі мұрын жарады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.